Балалар, сіздермен қазір мен бірлесе отырып асық ойын ойнайтын боламын да. Үй жағдайында асық ойнаймыз. Үйлеріңізде асық бар ма осындай? Жарайсыздар. Енді балалар, ойынның шарты, мен қолымда асықты шашам ортаға, сосын атамыз, бүкпен бүкті атамыз, шүкпен шүкті атамыз мінді. Егер тегіз алмай қалса, келесі ойыншы жалғастырады да, солай ғой да? Жарайсыздар. Айбексе бірінші бастай ғой. Жарайсың Айбек, сен шүкпен шүкті, бүкпен бүкті, алшымен алшыны, тәйкімен тәйкен атасын. Бірде асып көптісің ғой. Солай ата ғой. Жарайсың, екінші орын аламын. Баянды бағам. Жоқ, Айбек жалғастырады. Айбек ата ғой, қайсы бірде асып көптісің? Түйіп кетті да мені? Жарайды, болды, келесі бала ойнайды. Ортаға шашамын. Бірде асып атасын. Мынаған түйіп өксен, түйіп кетті да? Келесі бала. Асық түйіп кетсе, ойын тоқтайды. Келесі балаға жалғастырады. Мынаған атты ғой да? Бірде асып бала ғой. Келесі тағы қара. Қайсы тағы қай жер асып көпсін? Бірде асып. Түйіп кетті да? Осман, қатауын. Де қарай отырып. Шаша ғой. Бірде асып қатауын. Қайсы бірде асып көпсін? Алауын. Тағы қайсы бірде асып қаталасың ба? Сіздер жаңа қандай ойын ойнадыңдар? Асық ату ойын ойнадыңыздар да? Енді балалар үй жағдайында осы асықты пайдалана отырып, үйдегі бауырларыңызбен, әкелеріңізбен ойнайсыздар, иә? Ойын ұнады ма асық ойыны? Жарайсыңдар балалар, сіздер өте жақсы ойнайды екенсіздер. Балалар, нелер мынау алдымыздағы? Асық. Жарайсыңдар балалар. Балалар, осы асықтарды пайдалана отырып, үй жағдайында біздер ата-аналарымызбен бірлесе отырып, өлең айтуға болады, асықпен ойнауға болады түрлі да. Жарайды, ендеше бәріміз бір-бір асықты алайық қолымызға. Мен анаудым. Енді балалар, осы асығымызды алып қолымызға өлең жолын қайталайтын боламыз, е? Мен айтам, сіздер соны қайталайсыздар, е ма? Мұстафа, қолымызға алайық. Қолға алуға асықты. Қолға алуға асықты. Он саусағым асықты. Он саусағым асықты. Айтамыз. Алшы. Алшы. Көрсетеміз. Тәйке. Тәйке. Шүк. Шүк. Бүк. Бүк. Кел ойнайық досым. Кел ойнайық досым. Қызық ойын болсын. Қызық ойын болсын. Қызық ойын болсын. Жарайсыңдар. Балалар, біздер серікту сәтін яғни өлең жолдарын немен ойнадық жаңа? Дұрыс, қолымызда не ол? Асықтар болды. Бұны балалар үйде ата-аналарымызбен, бауырларымызбен не істейміз? Ойнаймыз, жасайтын боламыз, е? Сіздерге ұнады ма өлең жолдары? Жарайсыңдар балалар.